сәлем балалар. Қараңдаршы, аспанда ай мен жұлдыз бар. Олар біздерді ертегі әлеміне шақырады. Ай жарқырайды, жұлдыз күлімдейді. Келдер бәріміз бірге ай мен жұлдыз ертегісін тамашалайық. Ай мен жұлдыз ертегісі. Ертеде орман тоғайлы тауда мекен еткен шал мен кемпір болыпты. Олардың Айсәуле деген жалғыз қызы бар екен. Айсәуле үйінің ерке, ақылды қыз екен. Бір күні Айсәуле жеміс-жидек теруге орманға кетеді. Жеміс-жидек теріп жүріп, Айсәуле орманда адасып кетеді. Бұл орманда жалғыз қалған қыз қарағайдың түбінде жылап отырғанда оған бір әже кезігеді. Қарағым, саған не болды? Мен орман ішінде жеміс-жидек теріп жүріп адасып кеттім. Сен жылама, жүр отанда менің үйіне. Осылайша әже Айсәулені үйіне алып барады. Қызым, сен мына үйді тазалап қой. Бұл үйде менің балаларым бар. Оларға тамақ бер. Олар саған тиіспейді. Жарайды. Басқа амалы қалмаған қыз әжейдің үйін айнадай етіп тазалайды. Ыдыстарын жуады, үйін сыпырады. Бір кезде көрпе жинап жүрсе, көрпенің астынан жәндіктер шығады. Кемпір рас айтқан екен, онда мен бұларға тамақ берейін. Ой, үйде кебектен басқа еш нәрсе жоқ екен ғой, онда мен кебектен ботқа пісіріп берейін. Сөйтіп Айсәуле кебектен ботқа пісіреді. Оны жәндіктерге береді. Айсәуле олармен достасып кетеді. Бастарынан сипап, олармен ойнайды. Бір кезде әже келеді. Қарағым, сен жақсы қыз екенсің. Жүр екеуміз дария жағасында қыдық келейік. Дарияның жағасына келген соң әжей көртешесін тігіп беруін сұрайды. Қызым, сен мына көртешеді тігіп бере қойшы. Содан соң дарияға қарап отыр. Әуелі көк су, одан соң сары су келеді. Сол кезде мен оян, мешкенеден демал алайын. Жарайды. Осылайша әжей ұйқыға кетеді. Сол кезде су перілері келіп, Айсәулемен бірге ертегілер әнін айтады. The
Содан соң перілер кетіп қалады. Ай сәулені ән айтып болып дарияға қараса, әже айтқандай әуелі көк су, содан соң сары су келеді. Сол мезетте қыз әжейді оятады. Әже, тұрыңыз. Әжей ояна сала судан бір қобдишаны алып шығады. Әже, мен сіздің күртешеңізді тігіп болдым. Қарағым, сен жақсы қыз екенсің. Мен айтқан тапсырманың бәрін орындадым. Мынау саған сыйлығым. Бұл күртешенің үйіне барған ашасың. Сені ең анау жақта. Жарайды, қош сау болыңыз. Осылайша әже Айсәулені шығарып салып, өзі де кетеді. Ата, әже, мен келдім. Дәл сол уақытта үйге қонақтар да келеді. Ой, қонақтар келіпті ғой. Ассалаумағалейкум. Қонақтар бір-бірімен амандасады. Айсәуле қолындағы қобдишасы есіне түсіп кетіп, қобдишаны ашып қалса, іші толған алтын екен. Алтын ғой. Оны саған кім берді? Бір әже берді. Ол әженің үйі қаяқта? Орман ішінде, үлкен қарағайдың жанында. Қонаққа келген апа атаға былай дейді. Шал, мына қызыңды кемпірдің үйіне жіберсей. Шал қызын орманға жібереді. Әрі күтеді, бері күтеді. 6 сағат өткен соң қыз келеді. Қолында қобдишасы бар. Қызым, сен әлгі кемпірдің үйіне бардың ба? Иә, сол кемпірдің үйіне бардым. Ол кемпір өте жаман кемпір екен. Маған үйін жинатпақшы, киімін тігіп беруді сұрады. Одан соң қоймай ән айтуды сұрады. Мен бұған ешқашан шыдай алмаймын. Оны қойшы, мына қобдишаны ашшы. Не Қобдишасын ашып қалса, ішінде үлкен жылан бар екен. Ойбай-ау, бұны не тағы? Қана қобдишаларымды ауыстырыңдар. Жоқ, мен бермеймін, ол менің қобдишам. Осылайша қыз қобдишасын алып қаша жөнеледі. Содан бері Айсәуле үйіне оралмапты. Дәл сол кезде аспанда ай да пайда болыпты. Бұдан кейін барша жұрт Айсәулені айға айналдырып кеткен екен. Қобдишасындағы алтындарды жұлдыз етіп, аспанға шашқандай етіп жүр. Сіздердің тамашалағандарыңыз Ай мен жұлдыз ертегісі. Ертегіні сахналаған мектеп алды тобы.